Конституция деген не өзі? Конституция деген қоғамдық келісім, билік пен қоғам арасындағы сөзге келу, байлам жасау. Енді әкімшілік амнистия деп жатсыз. Бұрын соңды біздің тарихымызда ондай дүние болмаған. Отан отбасынан басталады деген содан шығады. 17 миллиардқа дейін жаңағы бізде көп қой кредиті бар жандар, мысалы кредитін төлей алмай жүрген жандар, мысалға. Бұл өмірге адам болып келіп, адам болып кету бәрімізге де міндет. Өзінің мемлекеті туралы біз сияқты айтпайды ғой штрафсан деп. Бұл біздің менталитет па? Қонақ та солай. Тойға барасың ба? Қонақ болып әдемі кел, әдемі кет. Әр қайсымыз бытырап өзім білемге салатын болсақ. Ол таза анархия. Сіздің әңгімелеріңізді тыңдап отырсам, барлығы сол тәртіп болсын, заң болсын, баладан басталады. Сондықтан да бізге ортақ бір моральдық принциптер керек. Сондықтан да бізге ортақ тәртіпке бағыну керек. $500 бастаған достар біз біріншіден мықты инженерлерміз деді. Екіншіден біз бір-бірімізге сенеміз деді. Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін ат үстіндегі әңгімеде қонақта журналист, қоғам қайраткері, Дана сөз YouTube арнасының авторы Дана Нұржігіт. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Бұзал? Амансыз ба, барсыз ба? Шүкір. Барлығы жақсы? Аман есен. Әйтеуір сізбен де бір сұхбат алатын деңгейге жетіппін. Соған ризамын. Қош келдіңіз. Енді көп созбай сұрақтарға кезек берейік. Қазіргі таңда біздің еліміз заң мен тәртіп қағидасына өте қатты мән беріп жатыр. Байқаған боларсыз, ел президенті де әр сөзінде осы тезистерді айтып жүр. Бұл заң мен тәртіп қағидасына негізі мән беруге не түрткі болды сіздің ойыңызша? Және кейбіреулердің айтуы бойынша айыппұлдар арқылы біздің мемлекет өзінің қазынасын толтырмақшы дейді. Бұл әңгіме қаншалық шындыққа жарасады? Заң мен тәртіп қағидаты әрине мен ойламаймын бұл қазынаны толтыру үшін керекті дүние деп. Өйткені әр мемлекеттің дамуы заң мен тәртіптің қатаң сақталатынына тікелей байланысты. Өйткені бұл жерде адам құқы мәселесі жатыр. Адам құқы конституциямыздың бірінші бабы. Әрине. Адам құқы тапталған жерде мемлекет жоқ деген сөз. Мемлекеттегі тәртіп адам құқының сақталуында. Ал адам құқын сақтау деген менің хақым, сенің хақың басталған жерде аяқталады деген сөз. Еңбек етте міндет ет дейді қазақта. Біз осы мемлекеттің азаматы ретінде мемлекетте қабылданған заңды қатаң сақтауға міндеттіміз. Ал мемлекеттің де біздің алдымызда өзінің міндеті бар. Сол заңды сақтауды қадағалау. Яғни бір адам екінші адамның құқығын таптамауға тиіс. Заң мен тәртіп қағидатының қатаңдатқанын мен өз қалтамнан да байқадым. Өйткені мен де штрафқа түскен адаммын. Енді бұл жерде жүруге болмайды екен ау. Енді осы жерде машинаны тоқтатуға болмайды екен ау дейтін дүние менде де болған. Бұдан кейін әрине мен сақ жүретін болдым. Мен өзімнің жүрісіме, ол енді қазір мысалы жүруге болмайтын жерде жүргіншінің ғана жерінен жолды өту деген сияқты сондай бір тәртіптерді менде сақтамаған жерім бар. Бір рет менің қалтама салмақ түскеннен кейін мен де қойдым оны. Яғни заң мен тәртіптің сақталуы осындай кішкентай майда дүниелерден басталады. Ендігі әрі мен ол жерден жолды кесіп өтпейтін болдым. Бәрі аз ғана детальдардан басталады ғой. Біз бәріміз медиада жұмыс істейміз, сіз де, мен де. Сондықтан медиадағы тазалық, медиадағы сөздің қадірін, абайлап сөйлеудің, абайлап жазудың құнын біліп отырмыз біз. Әрине. Осыған деген қалай болды? Әр адамның ар-ожданына тиетін сөздерді оңды солды қолданып жаза беретініміз болды. Қазір оғанда тоқтау бар. Қазір оғанда заң бар. Ол саған да маған да керекті дүние. Әркімнің сөзін көтере беретін менің өмірім біреу ғана, менің ар-ожданым біреу ғана, менімен бірге
дүниеге келеді, менімен бірге өледі. Ал қазақта сүйекке таңба деген сөз бар. Айдаладағы жел сөз келіп, сенің жеке басыңа тиеді. Кім ол адамға ондай хақ беріп қойды, құқық беріп қойды? Сондықтан бұны тоқтататын не? Заң. Енді келесіде жаңағы мен сияқты тоқтайтын жерде ол адам да тоқтайды. Тасада отырып тасатуды тоқтатады. Иә. Сондықтан да ондайға мемлекет, мысалға қазір амнистияға өтетін болсақ, әңгімемізді соған келтіретін болсақ, әкімшілік амнистия деген бұрын соңды болмаған. Бұл тағы да мемлекеттің ескерту жасайтын хақы. Бірінші рет ескертуді жасадық, мінекей. Амнистия ретінде хабарлап өздеріңізге көрсетіп отырмыз. Мемлекеттің кейде өзіңізге кешірім жасайтынын да біліп қойыңыз. Ендігі кәрі бұны қайталамаңыз деген сөзі. Конституция деген не өзі? Конституция деген қоғамдық келісім. Билік пен қоғам арасындағы сөзге келу, байлам жасау, мәмілеге келу. Біз осындай мәмілеге келдік па? Қоғамдық келісімге келдік па? Соған мөр қойып, арнайы құжат қабылдадық па? Осын сақтауымыз керек деген сөз. Соның өзінде мынандай рақымшылық жариялап, әкімшілік амнистияны хабарлап, ендігі әрі осы межеден өтпеңіз деп ескерту жасағанның өзі көп адамға ой салуы тиіс деп ойлаймын. Енді әкімшілік амнистия деп жатсыз. Бұрын соңды біздің тарихымызда ондай дүние болмаған. Енді сол амнистияға қандай жандар негізі ілігеді және кімдерге ол амнистия берілмейді? Осы жағын бір толыққанды айтып өтсеңіз. Әрине, ақылға сиятын, кешіруге болатын әкімшілік заң бұзушылықтар ол кешіріледі. Мысалы, ақылға сыймайды ғой, мысалға, егер ол мас күйінде рөлге отырса, оған рақымшылық беріп жатса, ол рақымшылықтың өзі құны қандай болады олай болса? Я болмаса есірткінің заңсыз айналыммен айналысатын адам болатын болса, я болмаса ауыр бір заң бұзушылыққа баратын адам болатын болса, әрине ол рақымшылыққа ілінбейді. Мысалы, былтырғы жылы 330 мыңнан астам адам, біздің азаматтар, көлік салығын төлемей жүрген. Ескертіп, төле, осыны төлегеннен кейін жайыңа жүре бер дейтін мемлекет түсінікті ақылға сиярлық дүние жасап отыр. Оларға кешірім беріп отыр. Ал енді жол тәртібін өрескел бұзып, қарсы бетке шығып кету, я болмаса куәлігінен айыруға дейін баратын тәртіпті жолда бұзатын болса, әрине оған рақымшылық жоқ. Мас күйінде жүріп көлік айдаса, әрине оған әкімшілік жаңағыдай рақымшылық болмайды. Ақылға сия ма? Ақылға сияды әрине. Өйткені мас күйінде көлік айдап жүріп адам қағып кеткен, баланың өмірін қиған оқиғаларды соңғы кезде өте көп көріп отырмыз біз. Сондықтан адамның өмірінің құрбан болуына дейін жеткізетін оқиғаларға себепкер болған адамдар бұндай рақымшылық амнистияға ілінбейді, және ол үлкен ауыр қылмыс, ауыр және аса ауыр қылмыстар. Әкімшілік қылмыстардың арасында кешіруге болатын, ескертумен ғана шектелетін дүниелер бар. Сондықтан да тарихымызда бірінші рет осындай әкімшілік рақымшылық жарияланып отыр. Бұл ақылға қонымды дүние деп ойлаймын. Жаңағы менде әлеуметтік желілерде осы амнистия деген әңгіме шыққаннан кейін біраз маған жазды, жаңағы ішіп алып көлікті тізгіндеп, жаңа жол жүру правасынан айырылғандар, соны айт, соны алыпсын, соған амнистия берсін деген әңгіме сияқты. Мен бірақ оған өзімнің бір құлшынысым болған жоқ ол дүниені айтуға. Себебі іштің ба, қоя сал. Жаяу кет, ертең келіп көлігіңді алып кет деген сияқты. Ол соқыр батырлықтың керек емес бұл жерде. Жарайды, өзіңді қойшы, біреудің өміріне зиян келтірсең, ол бұл батырлықта, соқыр батырлықта деп айтуға келмейді, бұл жауапкершіліктің жоқтығы. Өте дұрыс. Енді барлығы жақсы, бірақ
заң мен тәртіп қағидасын бағана айттық қой, біздің мемлекет қатты қолға алып жатыр деп. Бірақ біздің халықтың ішіндегі бір кейбір жандар деп айтайыншы, осы дүниеден кәдімгі шошып қалған, байқадыңыз ба? Заң мен тәртіп десе төбе шаштары тік тұрады. Неге деп, соның себебі не деп ойлайсыз? Басқа амал жоқ па? Сол адамдарды бір тәртіпке бағынбаған ел құл болады деп Бауыржан Момышұлы аға айтып кеткен. Иә. Біз шетелге барған кезде шетелдің таптаза көшелеріне, шетелдің мына бағдаршам жанған кезде бағдаршамның қызылына тоқтап, бір ауыл ел болып көшенің қиылысында күтіп тұрады деп, тіпті түнде келе жатқан кезде бағдаршам қызыл жанса, көлік болмаса да сол жерге тоқтап тұрады екен деп мырс-мырс күліп қайтатын едік баяғыда. Иә? Неге шетелдіктер сондай деп күлуші едік? Ол бір күнде болған тәртіп дейсіз ба? Олар да бір күнде тәртіпті бола қалды дейсіз ба? Жоқ. Өйткені олардың да қалтасы қағылды. Ол ғасырлар бойы сол тәртіпке үйретілген халық. Сіздер орта ғасырлық Европадағы тура алаңға келіп, енді мен сол кездегі заңдарды айтам, қазір емес. Тәртіп бұзғандарды, я болмаса бойында түрлі бір қасиеті бар адамдарға сенімсіздікпен қарап, тіпті бүкіл шіркеу болып қарсы шығып, сол адамдарды алаңға шығарып, өртеген инквизиция кезеңдерін естеріңізге алыңыздар. Неге? Өйткені халықты тәртіпке шақыру. Бірақ біз ондайға барып отырған жоқпыз ғой. Ондай дүниелердің бәрі бір халықтың ғасырлар бойы түйсігінде қалады. Иә? Мен қорқытып отқан жоқпын. Бірақ бұл бір күндік дүние емес, ғасырлар бойы келе жатқан жаңағы шетелдегі, қазір айтып отырған Еуропа тарихындағы оқиғалар. Ал қазір мынау цивилдік заңда әрине тәртіппен ғана, осындай айыппұлмен ғана адамды тәртіпке шақыруға болады. Басқа амал жоқ. Адам өзінің қалтасы қағылған кезде ғана сезінеді. Мен өзім айтып отырмын ғой. Бір-екі рет штрафқа түскеннен кейін мен де аяғымды тарта бастадым. Өзімді бақылай бастадым. Сосын мынандай бір оқиғалар есіме түсіп отыр. Баяғыда мен Еуропаға жиі шығып жүрген кезде, фильмдермен шығам, оператормен жұмыс істеуге шыққан кезде, бізді сол жақтағы қазақтар деген үлкен фильмдер жасап жүрген кезде, сол жақтағы қазақтар бізді күтіп алады дағыны, мен жерім алып қояды, жерімнің ақшасы кетіп бара жатыр деп жүгіріп кететін, жерімді ауыстырып алайын деп. Мен сол кезде түсінбейтінмін. Сөйтсем ол паркингті айтады екен. Паркингтің уақыты ұзап кетіп бара жатыр, мен қазір соған ақша төлеуім керек деп, біз чемоданымызды шығарғанша үлгермейтінімізді көреді, ана кісі машинасының паркингтегі орнын ауыстыра қояды, сол жерден қайтадан таксасы есептеледі екен. Мен сол кезде түсінбейтінмін, бұлар неге өйтеді? Өйткені бізде ондай ақша төлейтін заман емес еді. Сосын мынандай болмау керек та, менің ойымша. Біз және олар деген емес. Біз деген билікте, қоғамда. Бір жұдырық болған кезде, бір-біріміздің ала жібімізді аттамайтын болсақ, түсіністікте өмір сүретін болсақ, мемлекеттің жүріп отырған бағдары билікке де, қоғамға да анық болады. Кім қайда бара жатқанын білмейтін болса, нақты ойын шарты белгісіз болып тұратын болса, түсініспеушілік осындайда пайда болады. Оны отбасындағы өмірден ақ біле беріңіздер. Ер мен әйел бір-бірін түсінбейтін болса, ата-анасының айтқанын бала түсінбейтін болса, ортақ ауызбіршілік болмайтын болса, ол қандай отбасы? Ол ырду-дырдуға толы, әрқайсысы өз жағына тартатын, берекесі жоқ үй емес пе? Әрине. Отан отбасынан басталады деген содан шығады. Отбасымызда да біз баланың орнын, әкенің орнын, ананың орнын, бір-біріміздің арамыздағы қарым-қатынастың тәртібін білмейтін болсақ, субординацияны білмейтін болсақ, иерархияны білмейтін болсақ, ол отбасындағы да өмірді берекелі деп айтуға келмейді. Билік пен қоғам арасындағы диалог та дәл сондай. Біз міндетті мойнымызға алдық па? Сенің міндетің мынандай деп, үкімет те соны біліп отыру керек. Біз салық төледік па?
салыққа салынатын жолдың да сапасы үшін сен жауап бер, үкімет. Менің салығым қайда бара жатыр? Мен ол салыққа қандай дүние ала алам деген сияқты. Денсаулық сақтау саласында да сол. Мен ай сайын төлеп отырған сақтандыруым қайда кетіп жатыр? Мен ол сомаға қандай мөлшерде қызмет ала алам деген нәрсе анық көрсетілу керек. Мынаған менің хақым бар, мына жерде менің хақым жүрмейді деген нәрсе. Осындай ашық диалог қана бізді өркениетті қоғам ете алады. Өте дұрыс айтасыз. Енді жаңа шетелді мысал ретінде айтып кеттіңіз ғой. Байқайсыз ба, шетелде айыппұл, жалпы жаза бізге қарағанда қаттырақ, өте қаталдау. Айыппұл да үлкен. Айыппұл да үлкен, жаза да қатал. Бірақ ол жақтың халқы өз елін штрафстан демейді, айыппұлстан демейді. Біздікілер штрафстан, мысалға әлеуметтік желіде ашып қарап отырсаң, өзге жақтың адамдары деп айтайын, шет мемлекеттің адамдары біз туралы сондай дүние жазып жатады. Олар оны қайдан біледі? Әрине, ол өзімізден шығып отырған дүние, мысалы штрафстан, айыппұлстан деген сияқты. Бұл бірақ шетелдіктер ешқашан олай етпеді өзінің. Мен сөзіңізді осы жерде бөлейін, Абзал. Бір күні мен Германиядағы бір достарымыздың үйінде болдым. Әдетте олар мені жақсы машинамен аэропорттан қарсы алатын. Бұл жолы біз метромен де жүрдік, автобуспен де жүрдік, үйге әрең жеттік. Машинаң қайда деймін ғой. Ол жігіт, сол үйдің отағасы, кейде ұрттап қоятын. Оны біз білетін едік. Сөйтсек жаңағы мас күйінде ұсталып қапты. Содан дастархан басында отырып, бір жағынан ащы күлкі дейік. Ащы күлкі мен айтып отыр. Екінші рет мен тест тапсыра алмай қойдым дейді. Машинамды қайтара алмай жатырмын. Рөлге рұқсат бермей жатыр. Неге десем, идиотын тест тапсыра алмаймын дейді. Қараңыз, ол ақшалай қағылды бір. Жүргізуші көлігін қайтара алмай жатыр, оны тартып алған екі. Үшіншіден, оның адами намысына тиетін тесттің атын қарасаңызшы, идиотын тест. Сондағы сұрақ, адамның миына жетсін деп әлгі адамды қарама қарсы отырғызып қояды да, сіз Бәленшеев, мас күйде рөлге отыруға болмайтынын білесіз ғой? Білем дейді. Онда неге отырасыз? Солай болып қалды. Сіз идиотсыз ба дейді. Жоқ, мен осылай болды, мен тойдан шығып келе жатыр едім, мен осындай бір жерден қонақтан шығып келе жатыр едім деп айтады. Жоқ, сіз білдіңіз ғой? Иә, білдім. Сіздің бұл жүргізуші көлігін алу үшін қаншама емтиханнан өткеніңізді, қаншама жерден рұқсат қағаз керегін білесіз ғой? Иә. Қанша жыл сіз тәртіпті бұзбай келдіңіз осы уақытқа дейін. Соны біле тұра сіз рөлге қайтадан ұрттап отырдыңыз. Неге? Иә, білдім, әттең мен сол күні ақмақ болыппын. Сонда сіз идиотсыз ба, соны біле тұра отырғаныңыз? Дейді. Жоқ, енді мен идиот емеспін, енді осындай болды, кешірім өтінем, келесі рет қайталанбайды. Жоқ, сонда сіз идиот болып тұрсыз ғой. Қараңыздаршы, ересек адам, 50-ді еңсерген бір отбасының отағасы әлгіні осыншама жер қылып, сен идиотсың ба, сен идиотсың ба, сен идиотсың ба деп әлгіні жер қылып тұқыртады. Сонда сен осындай жасқа дабдарда еркек болып отырып, идиот болғаныңды түсініп отырсың ба деп ананы адами намысына тиіп тұқыртатыны мені шынымды айтсам таң қалдырды. Одан да менің ол құжатымды алып қоя қойсыншы. Әрине. Мені соншалықты бір мекемеге жеткізіп, осылай бала құсатып отырғызып, басыма шұқып тұрып, сен идиотсың ба дегеннің өзі адамның ар-ожданына қалай тиеді? Әрине. Осының өзі айыппұлдан да ауыр дүние емес пе? Одан да ақшамды беріп құтылғаным дұрыс емес пе? Ол идиотын тестке дейін жеткізіп отыр. Яғни оның алкоголик екенін бұлар ашық айтып отыр. Әй, саған емделу керек, сен идиотсың ғой деп отырғаны ғой. Түсіндіңіз ба? Түсіндік қой мынау. Сондықтан бұл штрафстанды мен ол сөзді де басқаны да былай қойған кезде саған идиотсың деп мемлекеттік мекеменің қызметкерінің өзі саусағын шұқып тұрып, басыңа шұқып тұрып, сенің ар намысыңа тигені
ол ең ауыр жазаның өзі деп айтар едім. Әрине. Иә. Бірақ олардың ешқайсысы өзінің мемлекеті туралы біз сияқты айтпайды ғой, Штрафсан деп. Бұл біздің менталитет па жалпы, әлде бағанағы сіздің айтқан мысалыңыз ба, ғасырлар бойы үйретілген дүние деп отырсыз ғой, бағана Европа мемлекеттерінде бұл заң мен тәртіп. Сол дүние ме? Қалай ойлайсыз өзіңіздің ойыңызша? Енді ол білмеймін, Штрафстан деп кім атағанын білмеймін, бірақ бір күйгеннен айтқан шығар, мүмкін. Мен сөзге жабыспарсыз едім бұл жерде. Бірақ тәртібі қатал елдің ар жағын қазбалайтын болсаңыз, ол тарихта жатқан кезіндегі үйден алатын тәрбиесі, қоғамда қабылданған білім жүйесіндегі тәрбие, олардың аңыз әңгімелерінде жатыр. Мысалға, жапондықтар неге өзінен кейін стадионды жинап кетеді? Ешкім оларға стадион жина деп айтпайды. Жаңа ғана жанкүйер боп, осы ақтер көктер боп командаларына қолдау көрсеткен, бүкіл эмоциясын айқай шумен, қиқулаумен шығарған жапондықтар ойын біткен кезде тып-тыныш орнынан тұрады да, ешкім айтпаса да, еш жерден бұйрық келмесе де, қапталады да өздерінің ішкен жегенін жинап теріп кетеді. Неге? Өйткені олардың білім жүйесінде балабақшаға келген балаға тақпақ үйретпейді. Оларға бірден Ақтанберді жыраудың жырауларын, үзінділерін бермейді, Абайдың қара сөзін бермейді. Оларға, балаларға дәретханаға қалай бару керек, артын қалай сүрту керек, дәретті қалай алу керек, қолды қалай жуу керек, өзінен кейін лақтырған мынау тәттіні жегеннен кейін қағазды қалай жинау керек, далада жатқан жапырақтарды қалай жинау керек, жер сілкінген кезде қай жерге тығылу керек, сондай нәрселерді үйретеді. Адамның инстинктімен келетін. Адам болу үшін ең алдымен не істеу керек? Тәнін таза ұстау керек, бір-бірімен қарым-қатынасы таза болу керек деген нәрсені үйретеді. Содан кейін барып, олар ән, би, жаңағы, болмаса сонымен қатар үйретеді. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол бала кезден келе жатқан тәртіп, шуламай, бір-бірінен қолынан ұстап, жан-жаққа бытырамай, балалары стадионға ересектері қалай баратын болса, балабақшаның балалары сол тәй-тәй басқан кезінен солай жаңағы қаз-қатар тұрып тәртіпті бұзбай жүреді. Ол тағы да тәрбие. Ол сүйекке сіңіп қалған, мынау ұлттық менталитет болып қалған, жатталып қалған дүние. Керемет қой. Қарап тұрсаңыз. Мен шетел әңгімесін қозғап жатыр ғой, мынандай бір тенденцияны байқадым да. Біздегі жаңағы штраф, айыппұл, ойбай деп айқайлап жүретіндердің көбі шетелге барса тып-тыныш жүреді. Не заң бұзбайды, не заңға бағынады. Әжептәуір бағынады, ұстанады, заңын бұзбайды, сақтайды деген сияқты. Бұл не парадокс деймін да сонда, қарап тұрсаңыз. Біздің заң сәл әлсіздеу болып тұрма ол адамдар үшін. Бәлкім басқа жерге барған кезде өзімізді жаман қырымыздан көрсетпейік деген бір ішкі түйсікпеген. Сондай қызық нәрселерді мен соңғы кездері байқап жүрмін, жиі байқап жүрмін. Ол менің де басымнан өткен жағдайда, өзімнің де дәл солай. Бізде мына жақта камераға түсіп жүрдік қой енді. Бірақ Түркияға барған кезде досым екеуміз, қайда камера бар, абайлашы досым, түсіп қалмашы құрсын. Абайла деп мысалға сөйтіп жүрген кездеріміз бар да. Жалпы бар ғой, Абзал, мынау біз өмірге қонақпыз. Бұл өмірге адам болып келіп, адам болып кету бәрімізге де міндет, парыз, Қонақ та солай, тойға барасың ба? Қонақ болып әдемі кел, әдемі кет. Ол яғни біреудің шырқын бұзба. Біреудің тойының шырқын бұзба, әңгімені бұзба. Сол сияқты нәрсе ғой, ал ол неден өзіңе шек қоюдан басталады? Жалпы мәдениет деген нәрсе шектеуден басталады. Сөзіңе абай бол, өзіңнің істейтін әрекетіңе абай бол. Ақыл айту ең оңай дүние. Бірақ жаңағыдай өзіңе заң бұзушылыққа ерік беріп қою, әрқайсымыз сөйтетін болсақ, ол не
отбасы, ол не мемлекет болады, қандай мемлекет болады. Әр қайсымыз бытырап өзім білемге салатын болсақ, ол таза анархия. Өте дұрыс айтасыз. Ол таза анархия. Сондықтан тіпті балалардың ойынын ойнап отырған кезде әр ойынның өзінің шарты болады. Оны біз бала кезден үйретуіміз керек. Мысалға мен балама үнемі айтамын, сен танымайтын бөтен бір ортаға түскен кезде айтылмайтын бір тақырыптар болады, қозғамайтын. Ол саясат, ол ұлт туралы дүние, ол мәдени ерекшеліктер туралы. Қолыңнан келмесе, ондай білімің болмаса айтпа. Ол дін тақырыбы. Ол кез келген адамның, кез келген ұлттың ең жанды жері. Сен өз биігіңнен, өз біліміңнің көзқарасы жағынан айтатын болсаң, оның да дәл сондай позициясы бар. Сондықтан әдемі жердің шырқын бұзып, өзіңнің түсінігіңдегі дүниені біреуге телу, соны ең дұрысы осы деу, ол нағыз барып тұрған мәдениетсіздік. Тәртіп сондай жерде бұзылады. Менің тәртібім осындай екен деп, белден басып, білгеніңді жасау, ол таза анархияға апаратын жол. Сондықтан бір ескертті ма мемлекет, келесі жерде ол межеден аспау керек. Ол шартты бұзбау керек деген сөз. Келесі жолы бұндай босаңсу болмайды. Келесі жолы бұндай кешірім болмайды. Сондықтан бұны біз анық түсінуіміз керек. Оның үстіне біз қазір шынымен де үлкен бір жаңа реформадан кейін, реформа жүргізіліп жатыр. Жаңа бір кезеңге өтіп жатырмыз. Оның үстіне жан-жағымызға қараңыздар. Қандай үлкен саяси ойындар жүріп жатыр, кейбір сол ойынға бас айналған мемлекеттердің өзі өте ауыр, қасіретті жағдайларды басынан өткеріп жатыр. Сондықтан етек жеңімізді жиятын заманда отырмыз қазір. Кейбір тіпті мемлекеттердің саяси картада болу-болмауының өзі неғайбыл болып отыр. Сондықтан демімізді ішімізге тартып, әр мемлекет, қазақша айтқанда, өз қотырын өзі қаситын жағдайда отыр. Ешкімнен көмек күтпей, бар ресурстарыңды ақылмен пайдаланып, өзіңнің өміріңнің саясатын жүргізу үшін, мемлекетіңнің саясатын жүргізу үшін барлығымыз жұмылып, соны түсіне отырып қимылдауымыз керек. Ал ол үшін не керек? Ортақ мәміле. Ортақ мәміле деген не? Конституция. Конституцияда жазылған ортақ қағида. Бәрімізге бірдей тәртіп. Әр қайсымыз білгенімізді жасайтын болсақ, бұл мемлекетіміздің көгеруі екіталай. Дұрыс айтасыз. Шынымен түсінген адамға ойланатын жауап болды. Негізі расымен де көп дүние айтып отырсыз. Енді түсінген адам түсінер. Біздің мақсат ең басты жеткізу. Мен осы мемлекетте өмір сүргім келеді. Мен өз таңдауымды жасадым. Бұл мемлекеттің өсіп өркендеуі, бұл мемлекеттің алға басуы менің жеке мүддем. Өйткені мен осы жерде өмір сүргім келеді. Сүйегім осы жерде көмілсе екен деймін. Мен басқа жерде меңзеп отырған адам емеспін. Басқа жерде менде Қазақстан жоқ. Әрине. Менің баламның да, сол баладан тарайтын ұрпақ та осы жерде қалып, осы жерде еңбек етсе екен деймін. Сондықтан бұл мемлекеттің өсіп өнуі, көгеруі менің жеке басымның мүддесі. Ал бұл мемлекетте тәртіп болмаса, бұл мемлекетте құқық тапталып жатса, бұл мемлекетте мен тіпті жолдан алаңдамай өте алмайтын болсам, мен қайда өмір сүрем? Дұрыс сұрақ. Менің хақымды, құқымды түсінетін, оны қорғайтын мемлекет болмаса, оның институциялары жұмыс істемейтін болса, мен қайдан барып әділет іздеймін? Өйткені мен соттан да өткен адаммын. 10 ай бойы соттасып, сталкинг оқиғасынан аман қалған адаммын. Әрине маған оңай болған жоқ. Дәлелдеудің өзі оңай болған жоқ, Кейбір заңдардың жұмыс істемейтінін де көрдім, мысалға. Сталкинг заңы керек деп дабыл қаққан адамдардың бірімін. Соған құлақ асып, сталкинг туралы заң қабылдаған үкіметіме рахмет, мемлекетке рахмет. Кеше мен мысалы бұл жайлы мәжілісте де сөз алдым. Бұндай құқық үшін
әрқайсымыз күресуге хақымыз бар. Ең бастысы соны айта аламыз. Парламент деген сөздің өзі де парла, сөйлеу деген сөз. Ертең құрылтайда да дәл осылай болады. Әркім пікірін айта алады. Бірақ ең жаманы адам оған сенбейді да, көбісі азаматтарымыздың. Әділет үшін күрес оңай күрес емес. Оған кәдімгі адам жанын салу керек. Ол сенің тікелей өзіңнің мүддеңе, құқыңа байланысты дүние болғаннан кейін жан алысып жан берсесің. Ол ойын емес. Оны мен өз мойныммен көтергеннен кейін айтып отырмын. Әрине, иә. Менің мысалға сол жеке сталкинг туралы оқиғада менің артымда ешкім жоқ. Және менің артымда ағам жоқ, көкем жоқ, әкем жоқ болғаннан кейін мен тапталып жаттым. Мен жалғыз басты анамын. Соны біле тұра мені таптады ғой. Иә. Мен оған жол бермедім. Шынымен де жан берсіп жан алысқан күрес болды. Мен әділет іздедім және оған жеттім. Бір түсінгенім, сен бүкіл жан тәніңмен сол үшін әділет үшін күресуің керек. Жеке басыңның әділетсіз деген өмірің үшін. Қоғам үшін де дәл солай. Сондықтан бұны дұрыс түсіну керек. Не үшін жасалып жатыр? Тәртіп болмаса, құқық тапталып жатса, сен азамат ретінде бас көтер. Мына жерде де түсіну керек, түсіністік таныту керек. Не үшін ескерту жасап жатыр? Өйткені реформаның басында біз келісіп алайық. Бір рет кешірім бар. Ендігі тәртіп басқаша болады. Идиотын тест дегенге дейін жеткізбеу керек. Идиот болмаймыз десек, жаңағы Германияның заңын айтып отырмын. Қандай адами намысқа тиетін дүние. Әрине. Сөз сүйектен өтеді деген рас қой. Рас. Сен идиотсың ба деген сұрақтың өзі қандай ауыр. Ондайға жеткізуге болмайды. Сіздің әңгімелеріңізді тыңдап отырсам, барлығы сол тәртіп болсын, заң болсын, баладан басталады. Иә. Бала кезінен басталады. Мысалға жапондарды мысал ретінде айтып отырсыз. Байқайсыз ба, соңғы кезде мынау ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев таза Қазақстан деген акция жасап жатыр да. Ол таза Қазақстан жан-жағыңды ғана таза ұстау емес, кішкентай балаңа да тазалықты үйрету деген. Жаңа жапондардың методикасы бір сөзбен алып қарасаңыз. Ол да осы заң мен тәртіп тезисінің бір бөлігі болып санала ма сіз үшін, қалай ойлайсыз? Бұл бәрі бір дүние. Тұтас бір дүние. Мен баяғыда Алматыда жолда келе жатсам, алдымдағы мәшинеден мынандай үлкен баклажканы терезеден лақтырып кеп жіберді. Сонда мен жүрегім үзіліп кете жаздады. Сонда адамның санасы қандай? Иә, менің үйім ғана таза болса екен, менің отырған жерім ғана таза болса екен дейді. Ал шынтуайтында ең боқ болып отырған өзі. Санасынан басталып отырған боқ. Көрдіңіз бе? Ауласынан аспайды. Сосын мынандай дүние менің ойыма келеді. Кейде мынау Құдай берген әсем біздің тауларымыздың бөктерінде үйіліп жатқан қоқысты көресің. Ол ауыр. Иә, тау болып. Кеше ғана демалысына шыққан тау бөктерін аралап жүрген отбасылар өзінен кейін жинамай кететінін көрген кезде, сол визуалды қатарды көзге елестетіңіздерші. Соны көріп отырам да, ішімнен еңіреп отырып, алтын күн аспаны, алтын дән даласы деген әнұран келеді менің құлағыма. Сол визуалды қатарды қарап отырып әнұранды айтыңдаршы. Далама қарашы деген кезде біз не көріп отырмыз? Өзіміз ластаған, тапталған менің жер анамды көріп отырмын. Ол байқұс берерім беріп жатыр қазаққа. Қазба байлығын әлі қазып отырмыз. Мұнайын әлі еміп отырмыз. Балаларымыз осы жерде ішсін, жесін, осы топырақты таптасын, жүрсін, жаһанды жалпағынан бассын деп беріп отырмыз да, сол жерге келіп бүкіл нәжісімізді төгеміз. Біздің анамыздың қаншалықты кішіпейіл екенін қараңыздар, жер анамыздың. Қанша таптап атсақ та көтеріп жатыр. Бізде сана жоқ. Бізде сана жоқ, өйткені біз құнын білмейміз оның. Сондай жерге, сондай менің жерім деп шеңберлеп, шегендеп, шекарасын
білмей, я болмаса ала алмай жүрген қаншама ұлт жүр. Иә. Иә, өз жерінен қуылып жүрген қаншама ұлт жүр. Біз олардан 10 есе басымыз жоғары ғой. Бізге Құдай сондай құдіретті беріп отыр. Сондай байлықты беріп отыр. Біз соның құнын біліп отырмыз ба? Жоқ. Бізден сұрап отырғаны бір-ақ нәрсе. Айналайын тәртіпті болшы. Осы жердің құнын білші. Осы жерде өсетін өсімдіктің, осы жерді мекендейтін жануардың, осы сұлулықтың құнын білші деген ғана бір ғана сөз. Бір ғана сөз. Ол күнделікті нәрселерден пайда болады. Сен таңертең шыққан кезде қоқысыңды белгілі бір жерге барып таста. Үйіңе жөндеу жұмыстарын жасап жатырсың ба? Анау құрылыс материалдары апарылып, төгілетін жерге апарып төк. Берілген дүниеңе өзің қожайын бол. Соның сапалы болуын, соның таза болуын мұқият қадағала. Заводтарымыздың жұмысын алайық, мысалыға. Ана Каспий тартылып жатыр. Аралдан айырылдық, мысалыға. Қаншама ғасырлық менің атам балықшы болған, стахановшы болған. Менің атам жүрген теңіз жоқ қазір. Ол алдымен кәсібінен айырылды, одан кейін халық теңізінен айырылды. Қазір не жұтып отыр? Тұз жұтып отыр. Ол неден? Ол адамның қолымен жасалған кәдімгі экологиялық катастрофа. Қасірет қой. Кәдімгі қасірет. Ал оның зардабын біз тартып отырмыз, біздің балаларымыз тартады әлі. Сонда қаншама рет адамның басынан шұқып, нұқып, түртіп айтып жатса да біз түсінбейміз. Біз түсінбейміз. Енді түсінетін адамға шынымен де жеткізіп айттың жетесінен шұқып тұрып, нұқып тұрып, өзіңіз айтқандай айтарыңызды расымен айтып бердіңіз. Көп адамның негізі айтқысы келген дүниелерді айттыңыз деп айтайыншы мен сізге. Енді жастарға айтарыңыз, өзіңіздің ақылыңыз, кеңесіңіз, болашақ солардың қолдарында ғой. Соларға бір дүние айтсаңыз. Білесіз бе, Абзал, мен ақыл айтқан жек көрем. Асқар Жұмаділдаев баяғыда мен ол кісіден сұхбат алған кезде осылай сұрақ қойған едім, өтініш айтқан едім. Тілек айтсаңыз деп. Мен ақыл айтқан жек көрем деді ол кісі. Өйткені кейде өзім ақылым өзіме ұнамайды деген ол кісі. Адам өзінің өмірімен үлгі болу керек деп есептеймін мен. Ата-ана да солай. Сөйлеген дүние емес, сен қалай өмір сүресің? Сол үлгі. Мен мысалға өзім тыным таппай еңбектеніп жүрген адаммын. Балам соны көріп өсті. Кейде мама деме алсаңызшы, сіз көп жұмыс істейсіз дейді. Мен баламды жақсы мектепке оқытқым келеді. Мен баламды жақсы дәрігерге көрсеткім келеді, жақсы жерлерді аралатқым келеді. Ал ол үшін мен еңбектенуім керек. Ертең мен еңбектеніп келіп, сол тапқан табысыма адал нанды жегізіп, адал жермен жүргізіп, адал суын ішкізсем балама, үлгі деген сол, ақыл деген сол. Ол басқаны білмейді, менің балам. Мысалы, менің балам болсын, басқа бала. Сол үміт, сол үлгі. Содан бір іліп алады ау менің балам деген сөз. Сондай ортада өссе екен деймін. Тура сондай қағидатпен өсірген ата-ананың үйінен шыққан баламен дос болса екен деймін. Шынымызды айтқанда, біз сондай қағидатты бәрімізге санамызға сіңірсек екен деген нені меңзейміз біз? Менің балам осындай үйден шықты ма, осындай тәрбиені көріп, ол дәл сондай баламен дос болады. Олар дәл сондай қағидатпен өмір сүретін орта қалыптастырады. Қоғам өсіреді. Түсініңіз ба? Егер оған жолыққан адамның көзқарасы басқа болатын болса, жабайы болатын болса, заңды белшесінен басып, оны айтылған сөзде тұрмайтын болса, ол кез келген адамды біреудің алдында жығып беруге даяр алаяқ болатын болса, біреудің ақысын жейтін болса, біреудің маңдай терінің қадірін түсінбейтін болса, ол біз қандай қоғам боламыз? Менің балам сондай балаға алданады ғой. Ол адал еңбегімен жұмыс істейді. Анау келеді, оның еңбегін жейді, ақысын жейді. Мысалы. Сондықтан да бізге ортақ бір моральдық принциптер керек. Сондықтан да бізге ортақ тәртіпке бағыну керек.
сөзде тұру деген сол ғой. Ант су ішесің бе, ертең сол сертке берік ант су ішкен адамға мен сенем дейтін сенім болу керек. Қазір жалпы сенімнің дағдарысы кезеңі. Үлкен саясатта да сол, адами қарым-қатынаста да сол. Мақты. Рас. Көп. Өзім үшін де, қоғам үшін де, өзім үшін де бір түртіп алар әңгімелерді айттыңыз бүгін. Шынымен де ойланып, түрмен де көріп отқан шығарсыз, кәдімгі ойланып отырмын әңгімелеріңізге. Дана, сізге үлкен рахмет. Келіп сұхбат бергеніңіз үшін. Тоқтамаңыз. Сізден алар біздің үлгіміз көп, расын айтқанда. Журналистер үшін де, біраз адамдар үшін де үлгі болып жүрген жансыз. Сондықтан сізге тек алға дейміз және үлкен рахмет. Рахмет, Абзал. Бүгін менде сұхбатта болған қазақтың маңдайына біткен Даражан Дана Нұржігіт.